Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қысқа қайнатпай баклажкелерге құя салып сақтайтын чертополох немесе кобра салатын әзірлейміз. Мен 12 килограмм помидордан жасап жатырмын, бірақ сіздерге өлшемін 10 килограммдық помидормен көрсетемін. Яғни 10 килограмм помидорды ет тартқыштан өткізіп, үстіне ет тартқыштан өткізілген чеснокты қосамыз 1 килограмм. Осы жерде айта кететін тағы да бір жайт, дәл осы сәтте өзіңіздің талғамыңызға, дәміне қарай болгар бұрышын ащы, жартылай ащы, кез келген болгар бұрышын қосып жіберсеңіз де болады. Енді күштен өткізілген 150 грамм хренімізді қосамыз. Хренді де 200 грамм қоссаңыз да бола береді. Ол өзіңіздің талғамыңызға қарай. Енді тұздаймыз. Мен 12 килограмм помидорға 6 ас қасық тұз салдым. Тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің салатымыз кішкене ашуланып, осылай көпіршиді. Бұл қалыпты жағдай, қорықпаңыздар. Салат міндетті түрде бір ашып, ашуы тарқауы қажет. Сол кезде біздің салатымыздың дәмі өте дәмді болып шығады. Енді міндетті түрде біз аспирин қосамыз. Аспирин ашуын тез қайтаратын болады. 12 килограммға мен 12 аспирин салдым. Яғни 10 килограмм помидордан жасасаңыздар, 10 аспирин саласыздар. Араластырып қоямыз. Енді осы салаттың бетін жауып, кәдімгі бөлмеде, жылы жерде бір күнге, бір түнге қалдырамыз. Бір ашып, қайтып қалпына түсуі қажет болады. Міне бір күніміз өтті. Салатымыз видеода көріп тұрғандарыңыздай кастрөлдің көрініп тұрған сызық деңгейіне дейін көтеріліп, бір ашып қайтты. Қазір бабында тұр, бірақ сонда да кішкене көпіршігі болады арасында, ол да басылады. Енді кәдімгі баклажкелерге құйып шығамыз. Мен өзіме ыңғайлап 5 литрлік баклажкаға құйып шықтым. Өстіп кез келген жарты литрлік болсын, 1 литрлік болсын, кез келген баклажкаларға құйып сақтай берсеңіз болады. Осы кездегі ең маңызды тағы да бір айта кететін жайт, тағы да осы бутылкалардың үстіне, мысалы 10 килограмм помидор болса, соған 5 аспирин салуымыз қажет болады. Яғни әр бутылкаға бөліп шығамыз, тағы да ашуы тарқау керек. Және де бетіне жабатын қақпағымызды міндетті түрде қатты бұрамауымыз қажет. Қатты бұрасаңыздар ауасы шықпай, бутылкаларыңыз тырсылдап ісініп кетеді. Сондықтан қатты бұрамаймыз. Осылайша тағы да бір 10 күнде тұрса, 10 күннен кейін қатты бұрап тастасаңыздар болады. Рецепт ұнады деген сенімдемін. Сұрақтарыңыз болса төменге қоя беріңіздер.